Елімізде карантин талаптары күшейтілді. Көп шектеулер шағын және орта бизнеске қойылып жатыр. Осы тұрғыда мемлекет тарапынан шағын және орта бизнеске қандай қолдау қажет? Кәсіпкер карантинде шығынды қалай реттейді? Осы және өзге де сауалдарды талқылайтын боламыз. Армысыздар. Эфирде Ойталық ток-шоуы. Мінеки карантин басталды. Қазір шағын және орта бизнес өкілдері қайтадан алдыңғы 2 айдағыдай жұмыстарын тоқтатып жатыр. Енді бұлардың жағдайы қалай болмақ бұл кісілердің? Бізде енді жаңадан қабылданған карантиндік шараларға байланысты біріншіден сұлулық салондарының, шаштараздардың, ойын-сауық орталықтарының, үлкен сауда үйлерінің жұмыстары тоқтатылады, және басқа да объектілердің белгілі шектеулермен жұмыс жасауға рұқсат беріледі. Қоғамдық тамақтану, ашық ауаның астында, мектепке дейінгі дайындау орталықтарының, ұйымдарының бірақ ол жерде кезекші бөлімдердің жұмыс істеуімен. Қазірдің өзінде бизнестен несиелерді ары қарай төлемін ұзарту бойынша банктер қарастырып жатыр. Банктер әр клиенттің, әр тұтынушының өтініштерін жеке-жеке қабылдап қарастырып жатыр. Одан бөлек енді мемлекет тарапынан мемлекеттік сатып алуларда, квазимемлекеттік сатып алуларда жергілікті тауар өндірушілерді қолдау үшін бірсыпыра жұмыстар атқарылып жатыр. Ол атап айтатын болсақ, арнайы сатып алулар жүргізіліп жатыр. Алдын ала тексеріс арқылы өтіп жатқан конкурстар және үлкен жүйе құраушы кәсіпорындардың сатып алуларындағы жергілікті қамтуды, өзіміздің отандық тауар өндірушілердің тауарларының сапасын жақсарту арқылы, өзінің үлесін көтеру арқылы отандық тауарларды қолдау көзделген. Бұл кісілердің жұмысы қазір тоқтайды, енді ары қарай бұл кісілер қалай күн көреді? Осыған дейін алдындағы карантиннің кезінде қабылданған іс-шаралар бар. Ол іс-шаралар әлі өзінің күшін жойған жоқ. Салықтар бойынша жеңілдіктер беріліп жатыр. Әлі де шағын орта бизнес, мүліктік салықтан босатылған бизнес объектілер бар. Ол мысалы туризм саласындағы объектілер, қонақ үйлер, ірі сауда орталықтары, солардың барлығы әлі осы уақытқа дейін жылдың соңына дейін мүліктік салықтан босатылады. Ауыл шаруашылық өнім өндірушілер ауыл шаруашылық мақсатында қолданылып жатқан жерлерге толық салықтан 2020 жылы босатылған. Осындай салықтық жеңілдіктер мемлекет тарапынан көрсетіліп жатыр. Ал мынау жалға алған мекемелер, аренда дейді ғой, олардың төлемі қалай болмақ? Енді ол жалға алған мекемелер өздеріңізге белгілі, мемлекеттік меншіктегі мүліктердің арендалық төлемдері тоқтатылған бәріне белгілі. Ал жеке меншіктегі объектілердің арендашы объектілерде ішіндегі жалға алып жұмыс істеп жатқан кәсіпкерлер жөнінде біз осы алдындағы карантинда біраз жұмыстар атқарылған болатын. Ол әр меншік иесі өзінің қарауына қарай әртүрлі жеңілдіктер берген болатын. 50%, 60% жеңілдіктер берген болатын. Осы жолда енді әр меншік иесімен жұмыстар жүргізілетін болады. Яғни ол кісілер өздері біледі, қаншалықты жеңілдік жасау керектігін? Ол енді заңмен ештеңемен ондай талаптар қойылмаған. Жаңағы меншік иелері өздерінің табыстарына қарай, олар кісілерді қазір былай қарасаңыздар, арендалық түсім түспегеннен кейін ол кісілерде де белгілі шығындары бар. Ол кісілерде несие бойынша жауапкершіліктері бар алған. Сондықтан ол кісілерді 100% босата алмаса да тиісті жеңілдіктер беруге тырысып жатыр. Бұған дейінгі болған 2 ай карантинде жұмыстары жойылып кеткен шағын және орта бизнес өкілдері бар ма? Мүлдем құрдымға кеткен. Енді қазір бізде жұмыстарын уақытша тоқтатқан кәсіпорындар бар, бірақ та толықтай жабылған кәсіпорындар әзірше ондай бізге ақпарат тіркелген жоқ. Бірақ та уақытша тоқтап тұрғандар бар. Мысалы, карантин жарияланғаннан бері, мысалы бізде қазір кинотеатр дейміз, одан да басқа сауықтыру орталықтары жұмыстары, аквапарктер дейміз, солардың жұмыстары барлығы толығымен тоқтап тұр қазір. Дусан аға, енді өзіңізде осы үлкен комбинаттың басшысыз, сіздерде жұмыс қалай өрбіп жатыр осы карантин уақытында? Жаңағындай Мұрат мырза айтқандай салықтан, арнайы бір несиелерден жеңілдіктер алып отырсыздар ма сіздер? Енді ұн тарту комбинатына ешқандай шектеу болған жоқ. Наурыз айында да осы жолы да шектеу жоқ, өйткені біз тамақ өнімдерін өндіреміз, ұн өндіреміз. Бірақ жалпы айтатын болсақ, мынау наурыз айында халық қатты қорықты ғой, енді ұн қымбаттайды, тоқтап қалады, аштық болады деген сияқты бір сондай үрей болды. Сол себептен сол наурыз айында біздің халқымыз
мынау күзге дейін, қыркүйек айына дейін жететін жаңағы өзінің азық түліктерін қорын қамданып алған. Сол себептен қазір комбинаттардың жұмысы 10% жұмыс істеп тұрған жағдай бар, өте аз жұмыс. Әрине бізге ол да кері әсерін тигізіп жатыр. Ал енді екінші біздің мынау жұмыс қызымызға келсек, ол құрғақ құрылыс қоспалары шығарамыз, жаңа стройматериалы дейді. Қандай жағдай болса да, қазір құрылыс қарқынды болмаса да, енді жартылай жүріп жатқан жағдай бар. Ол жерде де 30% жұмыс істеп жатырмыз. Өкімет жағынан енді көмек жоқ деп айтуға болмайды, көмек бар. Біріншісі біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының наурыз айындағы нұсқауымен мынау екінші деңгейлі банктар біздің жаңағы несиелеріміздің жаңағы жалпы сомасын 3 айға дейін төлемеуге бізге рұқсат берді, ұзартып. Бірақ пайыздық үстемақылар әрине жиналып жатыр, сол соманың үстіне қосылады. Енді ары қарай жұмыс қалай болады деп біз ойланып тығырыққа тіреле бастаған кезде осы маусым айының 15-нен қыркүйек айының 15-не дейін тағы да 3 айға дейін банктар несиені созады. Болмаса жаңағы әр несие алушымен жеке нелерін, жаңағы құжаттарын қарап, жағдайын сараптап, содан кейін мүмкін жаңағы несиенің уақытын созады, мүмкін жаңағы уақыт береді. Содан кейін мынау өкіметтің жеңілдетілген несиелермен алмастырады деген қазір нұсқаулар келіп жатыр. Енді өз компаниямыздың атынан айтсақ, бізге ондай әлі көмек аса жете қойған жоқ. Бірақ үміттіміз болады деген сияқты. Жұмыс шында да жұмыс аз, бірақ біз өз компаниямызда кісілерді қысқартқан жоқпыз. Жалақыларын қалай алып келді, солай беріп келе жатырмыз. Мойындау керек, біз қазір пайда көріп жатырған жоқпыз. Сонау наурыз айынан бастап, шын айтсам, минусқа жұмыс істеп келе жатырмыз. Әр нәрсенің өзінің бір шегі болады. Мынау карантин осылай қатты созыла беретін болса, халық жұмыс істемейтін болса, халықтың қаржысы да азая береді, әлеуметтік жағдайлары да төмендей береді, сатып алу қабілеті де азая береді. Оны бір-ақ нәрседен байқап отырмыз. Мысалы 50 килолық ұн алатын халық қазір қараймыз, 2 кило, 5 кило, 10 килоға ауысып кеткен. Өйткені ол үнемдегендей емес, адамдардың ақшасының аз болғандығынан деп есептеймін. Ал енді мына киім сататын дүкендер, басқа жаңа сауықтыру орындары, бұрынғындай аты жөні жоқ жасала беретін тойлар бәрі тоқтады ғой. Қазір халықтың бәрінің ойы дәрі-дәрмек, одан кейін жаңағы тамақ. Бір азамат ретінде өзім айтарым, сәл ертерек карантинді ашып қойды. Тағы да 1-2 ай ұстай тұрғанда еді деп ойлаймыз. Бірақ енді бұл таразы сияқты ғой. Бір жағынан өкіметтің жаңағы қаржысы мүмкін азайып бара жатқан шығар. Ал сіздерден ұн бағасы көтерілді ме негізі осы карантиннен кейін? Ұн қатты қымбаттады деп үлкен бір дау-дамайлар болып жатыр. Мен айтатым, ұн қымбаттаған жоқ. Мысалға 2019 жылы осындай уақытта 1 кило ұнның бағасы 120 теңге болған. Енді қазір қарайтын болсақ, 120 мен 140 теңгенің арасында тұр. Әрине, сапалы ұн қымбаттау болады. Сапасы сәл төмендеу, әрине, сәл арзандау болады. Енді былтырмен салыстыратын болсақ, былтыр осы уақытта бидайдың бағасы 80 теңге болған, қазір 90-95 болып тұр. Оның да бір себебі, былтыр доллардың бағамы 330 болып тұрған, 350 болған болса, биыл өткенде 450-ге жетіп, қазір 405-ке түсіп отыр. Оның бәрі жаңағы шикізатқа байланысты. Біздің ауылдағы ағайындарымыз егін егеді, оны шабады, одан кейін техника алады. Қазіргі техникалардың бәрі шетелден келеді, олардың құрал саймандарының бәрі доллармен сатып алынады. Доллар қымбаттағаннан кейін ол кісілердің шығындары да өседі. Сол себептен нарықтық бидайдың бағасы өседі. Бидай өскеннен кейін біз амал жоқ, оны да өсіреміз. Ұнның бағасы өскеннен кейін наубайханашы не істесін, нанның бағасын сәл көтереді. Ал енді біз бір нәрсені айта кетейін, халық бұрынғы 10 жыл бұрынғындай көп нан жемейді қазір. Бұлай бір жалпы бір отбасыны қарайтын болсақ, ертеректе мысалы 4-5 бөлке нан алатын. Қазір бір бөлке нан алады, бір 4-5 адам бір үйдегі соны 2 күн жейді мысалы. Қазір нанды халық аз тұтына бастаған.
біздің көрші мемлекеттерде нандар бізге қарағанда өте қымбат тұрады. Мысалы 90-шы жылдары бір шөлмек минералка 15 теңге тұрған. Сол кезде нан 30 теңге тұратын. Нан әлі күнге дейін бізде 70-80 теңгеден аспайды. Бір шөлмек минералкамыз қазір 150-200 теңге болып кеткен. Сонда нанның қадірі қайда қалды? Ет кезінде 300 теңге болған ет қазір 3000 теңге тұрады. Мысалы 10 есе өсіп кетті, 100 есе өсіп кетті. Сол себептен білмеймін, мен енді оны дұрыс түсіну керек. Нанға тиіспеу керек. Бидай кішкене қымбаттаса, нан қымбаттаса, онда мына біздің ауылдағы ағайындардың жағдайы дұрысталар еді. Егінді көбірек егер еді. Жаңа технологиялар қолданатын еді жерге. Жаңа егіп атқан егіннің сапасы дұрысталар еді. Ауылдағы жаңағы біздің кәсіпкерлер ақшасы артылып атса, мәдениет үйлерін салдырады, мектептерге көмектестіреді, жаңағы спорт кешендерін соғады, ауылдағы жастарға үй салып береді. Содан кейін ауылда қаладағыдан кем өмір сүрмегеннен кейін не істейді? Мына қалада қаптап жұмыссыз жүрген жастардың бәрі ағылып ауылға барады. Ауыл қазақтың алтын бесігі. Сол себептен біз ауылды қорғауымыз керек. Ауылды қорғау үшін ет өндіретін, сүт өндіретін, бидай өндіретін ағайындарды қорғауымыз керек. Қалай қорғаймыз? Олардың өнімдерін мүмкін болса қымбатырақ сатып алуымыз керек. Гүлстан ханым, өзіңіздің осы бүгінгі тақырыпқа пікіріңіз? COVID-19 пандемиясы тек қана халықтың денсаулығына ғана зиян келтірмей, сонымен қатар осы еліміздің экономикасына да өзінің бір кері әсерін тигізіп жатыр деп ойлаймын. Жалпы Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлем бойынша осындай жағдай орын алуда. Жалпы негізгі шағын және орта бизнес субъектілері ол қазір экономиканың негізгі тірегі, негізгі тұтқасы, экономиканы көтерудің негізгі бір бөлшегі болып табылады ғой. Сондықтан да бұл шағын және орта бизнестің өздерінің жұмыстарының төмендеуі өте әрине нашар жағдай. Мысалы, қазіргі шағын және орта бизнестің негізгі пайдасы, негізгі мақсаты пайда табу емес деп ойлаймын. Өзінің шығындарын мейлінше азайту және де мысалы белгілі бір тауар айналымын ұстап қалу, ақша айналымын ұстап қалу, өзінің төлем қабілеттілігін мысалы сол бір дәрежеде, бұрынғыдай дәрежеде болмаса да, әйтеуір жақсы дәрежеде ұстап қалу деп ойлаймын. Осы уақытқа дейін мысалы шағын және орта бизнестің негізгі мақсаты ол пайда табу, табыс табу болып табылды. Ал қазіргі жағдайда мысалы жұмыссыздық белең алды деген сияқты көптеген адамдар қашықтықтан жұмыс істей бастады, немесе жұмыстан босатылып бір үйде отырып қалулар деген болды. Әрине, сондықтан да шағын және орта бизнестің негізгі мысалы қазіргі мақсаты өзінің шығындарын жабу, қалай да болса жабу. Негізгі шығындары мысалы неден тұрады? Еңбекақы шығындары, шикізатқа кеткен шығындар. Ал көптеген шикізаттар жаңа ағамыз айтып кетті, шетелден алынады. Сондықтан да доллардың өсуі де бұл жағдайда өте кері әсерін тигізді. Мысалы, бұлармен қалай күресу керек? Мемлекет тарапынан жасалып жатқан жағдайлар аз емес. Өте үлкен, тұрғындарға қатысты да, халыққа қатысты да, мысалы, әлеуметтік көмек беріп жатыр. Шағын және орта бизнес субъектілеріне, мысалы, мүлік салығынан 1 жылға дейін босатты. 1 сәуірден 1 қазанға дейін 6 ай негізінде, мысалы, кейбір салықтардан босатты. Және де осындай тағы да, мысалы, шаралар жүзеге асырылса, келесі осы карантин негізінде жүзеге асырылса деген ойдамын. Және де мысалы шетелдіктер олардан қалай шығып жатыр бұл жағдайдан? Мысалы кепілсіз несие беру, бізде мысалы көбінесе несие алғанда кепілмен алады. Көптеген қазір мысалы бизнес субъектілерінің кепілге қоятын заты болмайды. Сондықтан да оларда мысалы өзінің шығындарын жабу үшін немесе басқа да қаражат табу үшін айналымдағы ақшаларын көбейту үшін мысалы несие ала алмай қалуы да мүмкін. Сондықтан мысалы осы жағында қарастыру керек. Сұрақ қойып, жаңа салық туралы айтып жатсыздар, салықтан жеңілдік алынды, салық төлемейді деген сияқты. Кейін мысалы карантин бітіп жатса, сол салықты өтеу керек па? Қосымша құн салығы дейді ғой енді, орысша айтқанда. Енді 12% ғой бізде. Қазір президентіміздің жарлығымен 8%-ға жаңа жылға дейін да, қателеспесем. 8%-ға дейін ол маңызы бар әлеуметтік тауарлар үшін. Біз енді оны өндіреміз. Сол сіздің кіріп тұр. 8% төлеп жатырмыз. Ал енді мынау құрылыс материалдарында біз 12% әлі. Ол бұрын қалпында қалды. Ол кейін төленбейді. Ал енді жаңағы мынау банктардың жасап жатқан несиеші жағында
қазіргі мынау төлемеген несиелердің пайыздары ол жиналып жатыр. Қосылып жатыр. Қосылып жатыр. Мысалы былай айтайын. 100 миллион теңге банкқа қарыз болған болсаң, оның мысалы жаңағы 14% жылдық, бір жыл төлемейтін болсаң, оның үстіне 14 миллион қосылады. Мысалы, бір жылдан кейін 114 миллион болады. Сен сол 114 миллионнан арғарай жаңағы не төлейсің? Соның пайызын төлейсің. Сондай қиындықтар бар, әрине қарыздар. Яғни ертеңгі күні карантин аяқталып жатса, сіз сол ақшаны төлеу керексіз. Төлеу керек болады. Міндетті түрде төлейді. Несиелер бойынша берілген жаңағы уақытша мерзімін төлеу мерзімін жылжытқан, ол бәрібір басқа айларға бөлініп, несиенің мерзімі созыла ма, әлде басқа айларға бөлініп төлене ме, солайынан беріледі. Ол толықтай несиеден босатылмайды. Ал бізде жаңағы салық бойынша, жаңағы досымыз ағамыз айтқандай, ол мемлекет тарапынан берілген жеңілдіктер, ол ешқайсы қайтадан қайтарылмайды. Кейбір салық түрлері бойынша төлеу мерзімі шегерілді. Мысалы, уақытымен төленбесе, оған жаңағы үстінен салынатын айыппұлдар, олар қолданылмайды қазір, мысалы. Сондай жеңілдіктер бар. Енді бұл мемлекет тарапынан көрсетілген қолдаулардың барлығы жоғары жақта отырып істелінген шаруа емес. Мысалы, бұны істеу үшін, осы қолдау шараларын жасау үшін сауалнамалар кәсіпорындардан жиналды. Қандай кәсіпорын қазір қиын жағдайлары бар, қандай мәселелер, сұрақтары бар, сол мәселелердің барлығын жинақталғаннан кейін сол ұсыныстардың барлығы ұлттық кәсіпкерлер палатасы атамекенмен үкіметке енгізілген болатын. Тағы да Қазақстан бойынша сауалнама жүріп жатыр кәсіпкерлер арасында. Қазір жүргізіліп жатқан сауалнаманың барлығы зардап шеккен салалар бойынша жасалынып жатыр. Сол сауалнамалардың қорытындысы бойынша кәсіпкерлерде қандай проблемалық сұрақтар бар, қандай мәселелерді бойынша көмектесу керек болу керек, соған сәйкес тағы да қосымша қолдау шаралары қабылданатын болады деп ойлаймыз. Жақсы. Және жаңағы салық бойынша айтып жатырмыз ғой, сол жөнінде айтып кетейін деп едім. Бізде мысалы маңызы бар кәсіпорындарға 8%, ал мынау шағын және орта бизнес өкілдеріне? Ол сол бұрынғы қалпында қалады, ол өзгерген жоқ, ол ешқандай ставкалары. Ал енді жылдың соңы осы 2020 жылы осы салық бойынша берілген жеңілдіктердің қорытындысы бойынша Қарағанды облысы бойынша 23 миллиард 300 миллион теңге кәсіпорындар жеңілдік алады. Осы 20 жылдың ішінде. Қазіргі берілген жеңілдіктердің барлығын есептегенде 23 миллиард 300 миллион теңге жеңілдік. Құрметті телегөрермендер, хабарымыздың келесі бөлімінде де бірқатар мәселелер талқыланады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Көбінесе осы қазіргі кезде шағын бизнес қана соларға шектеу қойылып отыр. Олар зардап шегіп жаңағы жұмыскерлеріне қалай ақшасын төлейді? Жыл соңына дейін төленбейтін, жаңағы салық бойынша төленбейтін төлемдердің сомасы 23 миллиардтан астам теңге болады. Жұмыс форматтарын өзгерту керек, мысалы. Онлайн түрде жаңағы жұмысқа шығу керек, мысалы. Әлеуметтік желілермен көбінесе жұмыс істеу керек. Хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бізге хабарымызға тағы екі қонағымыз келіп отыр. Енді Ермек мырза, сіз өзіңіз кәсіпкерлермен бірге тығыз жұмыс жасайсыз. О кісілердің бүгінгі таңдағы проблемалары қандай? Соны жіктеп айтып берсеңіз бізге. Ең басты айта кететін мәселе ол мысалы біздің апта сайын жаңағы бас санитар врачтың дәрігердің жаңағы қаулысы шығып тұрады, мысалы. Ең басты біздің талап негізінде сол шығармай тұрып, оны күшіне енбей тұрып, ең басты біздің осы қоғаммен, кәсіпкерлермен жобасын, нұсқасын беріп, ақылдасып, соны бірігіп шығарса дұрыс болады деп ойлаймын. Өйткені бізге жаңа қаулы шыққан бетте ол бізге басымызға қар жауған сияқты болады, аяқ астынан түсініксіз жағдайлар болады. Қаулының өзінің ішінде мысалы бір-біріне сәйкес келмейтін тармақтар да бар, мысалы. Сондай бізде. Қазір енді міне карантин басталды, шағын және орта бизнес өкілдері барлығының жұмысы тоқтады. Сіздерге осы шағын және орта бизнес өкілдері қандай да бір шағымдарын келіп сіздерге қарала ма? Айта кететін мәселе, мемлекет тарапынан көптеген жағдай жасалып отыр. Жаңағы салық мәселесі бойынша басқа деген. Екінші деңгейдегі банктерді алатын болсақ, мысалы, микрофинансовый организациялар бар, несие алады жаңа біздің кәсіпкерлер, шағын кәсіпкерлер. Олардың өкінішке орай көбінесе жаңағы пайыздық мөлшері тоқтамай жатыр, төлейтін мысалы. Сол жақта проблемалар туындап жатыр. Алдында бізде төтенше жағдай жаралаған кезде
пособие төленген болатын 42.500 теңге жұмыскерлерге. Ал қазір мысалы көптеген шағын, көбінесе осы қазіргі кезде шағын бизнес қана соларға шектеу қойылып отыр. Олар зардап шегіп жаңағы жұмыскерлеріне қалай ақшасын төлейді, сондай сұрақтар туындап отыр. Бұған дейін хабардың басында салық төлеу, несиеге жеңілдік бойынша айтып кеттік. Ортамызда Атамекен палатасынан келіп отқан Мұрат мырза, жаңағы соңғы жеңілдік бойынша айтып кетсеңіз, тағы бір рет, біздің шағын және орта бизнес өкілдері жыл соңына дейін жаңа сумманы айттыңыз ғой, соны тағы бір рет айтып өтсеңіз. Енді жыл соңына дейін біздің шағын және орта бизнес кәсіпкерлеріміздің салық бойынша берілген жеңілдіктердің сомасы жыл соңына дейін төленбейтін, жаңағы салық бойынша төленбейтін төлемдердің сомасы 23 миллиардтан астам теңге болады. Бұл өмір бақи төленбей кетпейді ғой. Бұған отсрочка беріп отыр. Отсрочка. Ол 2 жылдан 3 жылдан кейін ол 2 есе 3 есе нагрузка болып келеді. Нагрузка болып келеді. Ол бір жағынан да әрине дұрыс емес. Ол қиындық туындайды кәсіпкерлерге. Енді одан кейін мысалы жағдайды қалай қалыпқа келтіреміз? Шағын және орта бизнес өкілдеріне қандай кеңес айтасыздар сіздер? Мысалы 2 ай карантиннен кейін көбісінің жағдайы белгілі болды, бизнесін әрі қарай алып кетеді, болмаса осы жерден тоқтайды деген сияқты. Қандай мысалы ақыл кеңес айтар едіңіздер? Жағдайын әрі қарай жақсарту үшін не істеу керек мысалы? Мүмкін онлайн түрде бір бизнесін әрі қарай жандандыру керек па? Негізінде осындай жағдайлар мысалы кризисный жағдай дейді ғой енді. Осындай наоборот осындай жағдайларда өз-өзін жаңағы нарықта сақтай білетін кәсіпкерлер әрі қарай дамып өздерінің жұмыстарын жүргізе алады мысалы. Выживает сильнейший дейді, орысша айтқан кезде енді. Бұл бір жағынан да пандемия жарияланды ғой мысалы. Соның өзі мысалы шағын орта бизнеске бір жағынан оң әсерін береді. Өйткені жұмыс форматтарын өзгерту керек мысалы. Онлайн түрде жаңағы жұмысқа шығу керек мысалы. Әлеуметтік желілермен көбінесе жұмыс істеу керек. Әрине. Бұл енді бәсекелестік. Заман талабына сай икемдену керек дейсіз, яғни. Бұл бәсекелестік бір жаңа түрі сияқты шығып отыр ғой анар. Енді жаңа қызметтер қосылып жатыр қазір. Жаңа үлгідегі жаңағы кәсіптің бір көздері ашылып жатыр, байқап жатсыздар, жеткізіп беру, немесе бір жарнаманың бір басқа үлгілері сондай. Сондықтан бұл бір қарағанда үлкен сынақ болып тұр. Яғни бізге енді кәсіпкерлікте дәстүрлі ойлаудан гөрі қазір шығармашылық ойлау көп қажет болады ендігі кезде. Біздің кәсіпкерлер бұрын дәстүрлі ойлаумен жүрді, жаңағы алып сатарлықпен, сондаймен бір баға қосып сатумен жүрді. Енді шығармашылық керек бізге. Терең ойлап жаңағы қандай мүмкіншілік, қандай тауарды қалай жасау керек, басқа бәсекелі, баламалы тауарлар ойлап тауы мысалға. Сол мүмкіншіліктер бізде бар ғой. Бізде қабілетті сондай жастарымыз, сондай жаңағы қабілетті, білімді ұрпағымыз бар ғой бізде. Біз соны іске қосып бақылауымыз керек, соларды іске қосуымыз керек. Біз олардың айтып жатқан сынына кейде төзбей жатамыз. Олардың айтқан сынын кейде теріске шығарып, ол бір жаңағы билікке қарсы адам сияқты, қарсы не сияқты қолданып жатамыз. Біз қазіргі дағдарыста сол адамдар бізге өте керек. Сондай қабілетті, білімді жастар, үлкен кәсіби білімді азаматтар бар. Экономика саласында жаңағы, әлеуметтік салада болсын, заң саласында болсын. Біз соларды енді осы кезде пайдаланып қалуымыз керек. Есігімізді ашып оларға төр беруіміз керек. Қазір біз оларды кішкене ығыстырып келдік осы уақытқа дейін. Сондықтан соған жол ашатын уақыт келді мінекей, біз мойындайтын уақыт келді енді. Соларды тартып. Айтады ғой, кез келген дағдарыс ол жаңа бір мүмкіндіктің туына негіз себеп болады деп, жалпы одан ары жалғастыру үшін мысалы өз қызметтерін Қазақстанның жаңа цифрландыру қажет, яғни жаңағы онлайн дейді қызмет көрсету, немесе мысалы көптеген мысалы жай шаш тараздалатын болсақ, сұлулық салондарын алатын болсақ, неге мысалы сол сұлулық салондары жабылып қалды, мысалы неге үйіне барып, шақырту алмасқа, мысалы, егер сондай бір жағдайлар болса, яғни кез келген мүмкіндікті пайдалана отырып, өзінің жағдайын жақсарту керек деп ойлаймын. Яғни қазіргі кезде мысалы мүмкіндік өте көп. Бірақ жай сол мүмкіндікті дұрыс пайдалана білу керек. Мемлекет тарапынан да болсын, немесе жаңағы шағын және орта бизнесін өзінің мысалы кәсіпкерлік тарапынан болсын, маркетингтік саясатын кішкене мүмкін басқаша көзқараспен қалыптастыру керек шығар. Жақсы, Марат аға. Негізі шағын кәсіп ол кез келген мемлекеттің ол ең басты пайда келтіретіні. Монополия компаниялармен үлкен компанияларға үкіметтен дотациясы да бар, жеңілдігі де бар, көп нәрселер жасалды. Бірдеме болса солар алады. И мынау біздің үкіметте солардың жаңағыдай жағдайын ойлайтын, олардың жаңа лобби дейді ғой, көп. Ал мынау шағын кәсіпкерлердің жағдайы қазір мысалға айтайық. Алдыда тұрып жатқан мынау жүріп жүрген қоғамдық көлікті тоқтатып тастады.
өзіңіз былай ойлап қарасаңыз, қазіргі уақытта жаңағыдай өңдеуші отыр ғой кәсіпкерлер. Бұл кісілердің жұмыскерлерінің келуі жұмысқа, қайтуы, ол қиындап кетті. Уақытында келмесе, ол тегінен зиян келіп жатыр да, оны ойластырмайды. Ол бір, екіншіден адамдар неғұрлым көп топырлап келген кезде, ол соғұрлым жұқтырады. Оны бұл жерде бір былай қарасаңыз, бір зиян жасап жатыр да. Оның жаңағыда айтты ғой, Ермек мырза айтып жатыр ғой. Бұл жерде талқылау арқылы бірден заңды қабылдап, ертең артқа шегініп, ұятқа қалып жатқанның орнына біз не істеуіміз керек? Біз үкімет тыңдайтын мемлекет еді, еститін мемлекет еді, жақсы. Бірақ соны талқыласын да, не болып жатқан жағдайды. Бүгінгі күнде мысалы құрылыс жүріп жатыр. Қазір құрылыстың қызып тұрған уақыты, науқаны. Мен түсінбеймін, неге жауап тастап жатыр мысалы. Өйткені мынау маркеттарда бұл тағы да үлкен кәсіпкерлердің жағдай ойланып жатыр да. Үлкен жаңа алпауыт, үлкен маркеттардың жағдай ойланып. Ал шағын жай ғана жаңағыдай ұсақ түйекпен сауда жасап жатқан. Олар жай ғана 10 мың емес, 100 мыңдап адамдар солай жұмыс істеп жатыр. Бұл жерден арзанырақ алған базардан. Соларды жауап тастап жатыр мысалы. Маркеттан мысалы айтады, ол жерде жаңағыдай жұқпайды ешқандай. Базарда кішкене арасы алшақ қой. Ол жерде жаңағыдай аптау үлкен базарлар бар. Соларды жаппау керек, ол жұмыс істеу керек. Бүгін үлкен құрылыс басталды, ол жұмысын жүргізіп жатыр. Шағын және орта бизнес болсын, басқа да үлкен компанияларды басқарып отыратын кәсіпкерлік басқармасынан шақырған едік. Бірақ ол кісілер енді осы пандемияға байланысты арақашықтықты сақтау керекпіз деп хабарға келуден бас тартқан болатын. Енді ол кісілер қайта бізге ортамызға Атамекен палатасынан келіп отыр. Басқа да енді осы тығырықтан жолын, шешу жолдарын айтсаңыздар. Досан аға. Енді мен бағдарламаға қатысушылардың бәрімен келісем, дұрыс айтып отыр бұл кісілер. Жаңа қарындасымыз айтты ғой, әрбір қиыншылықтан кейін қиыншылық жаңа бір жеңілдіктің жолы деп. Осы сәтті біз соңғы 30 жылда сараптауымыз керек. Осы тәуелсіздік алғалы біз қазақ 30 күн той, 40 күн ойын деуші еді ғой. Біз 30 жыл тойға жібердік. Енді мынау мемлекет басшымыз айтты ғой, одан кейін тойды азайтайық деп. Тойды азайтып, етек жеңімізді жинап, есімізді жинап, жұмыс істеп, жаңағы мүмкіндіктерді пайдаланатын міне сәт енді келді. Есімізді жинауымыз керек енді. Жетер осы той деген. Сол енді біз не істеуіміз керек? Біз анау Жапония сияқты мықты көліктер шығара алмаймыз. Американдықтар, корейліктер сияқты біз мынау iPhone, Samsung телефондар шығара алмаймыз. Оған біздің жақын арада қабілетіміз жеткенмен де біздің қаржымыз жетпейді. Оны алпауыт үлкен компаниялар шығарады дүниедегі. Олар өте бай компаниялар. Сол себептен біз қазір анау оптимизация дейді ғой, былай орысша айтқанда. Кішкене ойланып, бәрін сараптап, бір дұрыстап, әр азамат, мемлекет болып, ұжымдар болып, ұйымдар болып, бір жаңа бір бағыт, бағдарламалар тағайындауымыз керек. Ол былай деп есептеймін. Біз Қазақстан сыртқа, экспортқа өнім сатпасақ, сырттан бізге ақша келмесе, біздің өмір сүруіміз, күн көруіміз, мынау әлеуметтік саланы ұстап тұру, қорғаныс саласын ұстап тұру, жолдар салу, қала салу, мүмкін емес енді. Қайдан аламыз ол ақшаны? Бұрын біз көмір саттық, темір саттық, мұнай саттық, газ саттық. Қазір олардың бәрінің бағасы түсіп кетті. Ол шикізат еді. Өкінішке орай 30 жыл біз соны өңдейтін кәсіпорындарда құрып үлгермедік. Құрылған кәсіпорындардың көбісі елбасы ашып кеткеннен кейін ертесі күні жабылып қалды, оны талай көріп жатырмыз. Бұл бірақ өткен нәрсе. Енді біз басқаша қарауымыз керек. Біздің мынау әлемде қазір мына Біріккен ұлттар ұйымының жаңағы доклады бойынша әлемде ашаршылық болады деген қауіп болып жатыр. Африкада мысалы ашаршылық болып та жатыр, өздеріңіз білесіздер. Сол себептен біз Қазақстанның бір істейтініміз, жеріміз кең, халқымыз аз. Ауыл шаруашылығын дамытуымыз керек. Мал өсіру керек, егін егуіміз керек. Басқа да жаңағы дақылдар бар ғой, жаңағы бізде өсетін. Соларды өсіруіміз керек. Қалада қаптап жұмыссыз жүргенше ауыл-ауылға жастарды жіберу керек. Ауылға барып, қыстақ салып, мал ұстап, егін егіп, соның бәрін жаңағы мемлекеттік сатып алу жаңа несі бар ғой, келісімшарт корпорациясы, продкорпорация дейді. Сол сияқты ұйымның жаңағы несін күшейтіп, қаржы бөліп, сол біздің ауылдағы ағайындардың жаңа еккен, өсірген өнімдерін жаңа бір жерге жинап, сатып алып, сол ұйым мысалы мемлекет атына, Қазақстан атына, кәсіпкерлердің атына сыртқа жаңағы үлкен-үлкен контракттарға қол қойып,
сатып алушыларды алып келіп, ақша әкеп, сол өнімдерді шығарып отырса болады. Мысалы, мына Қытай көп май алғысы келеді Қазақстаннан. Біздің Қазақстанның етін алғысы келеді. Бірақ олар кеп бізбен ешкіммен контрактқа алса отыра қоймайды, өйткені олардың бір алған кезде 10 мың тонна, 100 мың тонна, миллион тоннаға дейін жаңа контракттар қойылады. Ал біздің ауылдағы жаңағы 100 сиыр ұстайтын, 1000 сиыр ұстайтын ағайынымыздың оған жағдайы жетпейді. Ал келген сырттан келген жаңағы сатып алушы әрбір ауылды аралап жүруінің уақыты да жоқ, жағдайы да жоқ. Ол анау Канада сияқты, Австралия сияқты, Голландия сияқты мемлекеттерден үлкен ірі көлемде жаңағы сатып ала береді. Соны ескергеніміз дұрыс болар деп есептеймін. Қоса кетсем болады ма? Болады. Бұл жерде кезінде осы Қарағандыда сенсеңіз 50-ден астам диірмен жұмыс істеген. Сол 50 диірменде өзіңіз ойлаңызшы, ол жерде ең азы әр диірменде 100 адамнан төмен жұмыс істеген жоқ ол жерде. Ол жерде тоғын алды, суын алды, адамдар несін алды, кебегін алды, ол жерде мал өсірілді. Осы біз мынау өңдеу саласын дұрыстауымыз керек. Өңдеу үшін біздерге үлкен алпауыт компаниялар емес, тағы да. Бізде негізі ақша ауыл шаруашылығында жаңағы егін егуге, одан кейін мал өсіруге ақша бөлінеді, бірақ үлкен компанияларға жасайды. Олай емес, біздерге мынау қарапайым халыққа беру керек та. Ана микрокредитование дейді ғой, мал бересің бе, сен оларды шашып кер жоқ. Алатындар алды, тоятындар тойды, үлкен корпорация ашты, и көбісін біз өзіміз көреді. Куә ғой, досым Хасан бауырым. Бәрі осы арада сатты да кетіп қалды. Олар өз пайдасын осы арадан алып кететіндер. Әлі де отыр. Бізде айтып отырмыз, анау Малайзия, Индонезия, неге біз көп айтамыз? Мұхаммед Махатмагир айтты. Біріншіден малай халқын үйретуіміз керек. Солар үйренген кезде қана олар мемлекетке пайдасы келеді, ешқайда кетпейді. Келген жаңағы Қытайдың мысалы Хаоци дейді жаңағыдай. Олар өзінің тек қана мүддесін қорғап, өзінің мемлекетіне жіберіп отыр. Бізде де солай. Кез келген осы Қазақстанның болашағын байламаған адамдар, олар сыртты ойлап тұрады бәрібір. Сондықтан бізге біріншіден өзіміздің қарапайым халықты ұстауымыз керек. Мал ұстауын, оның өңдеуін, тек қана ет қып сатпау, өңдеу, оны колбаса қып шығару, оны жаңағыдай қақтап, жаңағы ұнның өзін бауырлас халықтарымызға жақын болуымыз керек. 70-80 миллиондай халық қой, 100-ден асып кетсе миллионнан. Солар бізге көп нәрсе үйретіп кетті жаңағы. Өңдеп, одан біздің өзіміз жаңағыдай кәсіпкерлік тәжірибені үйрендік. Адаммен сөйлесуді, банкпен сөйлесуді бәрін. Бірінші біз ауылды дұрыстауымыз керек. Мал, егін, оны жай ғана тағы да айтпайын. Тағы да үлкен компания, мынау Атамекен деп отыр, Атамекен арқылы біз білеміз қалай бөлінетін. Үлкен нелер бар, мыңдап, 10 мыңдап салатындар. Бірақ қарапайым халық дамып жатқан жоқ қой. Толықтырып өтейін деген ағамыздың пікірімен толықтай келісемін. Бізде осы бағытты дамыту үшін қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы қабылданған барлығыңызға мәлім. Ағамыз айтып отқан жаңағы қолдау шаралары, мысалы, қазір 1 триллион теңге бөлінді ғой мемлекет тарапынан. Сол 400 миллион, 1 триллион теңге. Соның 400 миллиард теңгесі агроөнеркәсіп кешенін дамытуға, 400 миллиард теңгесі жаңағы ауыл шаруашылықтарын өңдеуге, қайта өңдеп, дайын өнім шығаруға, 200 миллиард теңгесі өңдеу саласын дамытуға бөлінді. Енді осы ретті пайдаланып, кәсіпкерлер осы мемлекет қазір ұсынып отырған қолдау шараларымен тиімді қолданса деп ойлаймыз. Өздерінің кәсіпкерлердің бұл жерде тек қана жаңа кәсіпорын ашуға емес, жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды қолдауға бағытталған ақшалар бар. Өздеріңізге мәлім 6%-бен беріліп жатыр ол жерде. Содан кейін жаңағы мемлекеттік сатып алулар дейміз. Ол жерде де біздің өзіміздің отандық тауар өндірушілерді қолдауға көптеген жұмыстар жүріп жатыр. Сол жерде де енді белсенділік танытып қатысқан дұрыс болар еді кәсіпорындарымыздың. Қазіргі жағдайды пайдалана отырып, негізінде біздің дәстүрлі кәсіпті дамыту керек негізінде. Дәстүрлі кәсіп деген ол мысалы жаңағы қазір қарап отырсаңыз, саумалға тізімдеген өте масқара көп адамдар таң атпай барады да тұрады, мысалы. Сары майға жаңағы ешкінің етіне, жылқының етіне, сондай мысалы соларға көңіл бөліп, соларды дамыту керек. Сол біздің тағамдарды экспортқа да шығаруға болады, мысалы. Сол экспортқа шығарғанның өзінде мемлекет тарапынан қолдау болса жақсы болады. Неге дейсіз? Өйткені мысалы жай ғана Турцияның Түркияны айтып өтті ғой. Түркияның мысалы компаниялар бар, осы жаққа келіп жаңағы сетевой бизнестарын ашады, мысалы өздерінің жаңағы киім сатады, нелерін. Ол жақта мемлекет, жаңағы Түркия мемлекеті оларды қолдайды. Полностью жаңағы аренда төлемін полностью өз мойнына алады мемлекет. Сөйтіп жаңағы өздерінің тауарларын экспортқа шығарып отыр. Бізде неге сөйтіп шығармасқа?
Тем более біздің тауарымыз, өзіміздің дәстүрлі тауарларымыз ол өте пайдалы, ағзаға пайдалы. Арнамыздан алыстамаңыздар, хабарымыздың келесі бөлімінде де ұтымды ойлар мен тұшымды пікірлер айтылатын болады. Онлайн қызмет дейді, жаңағы сетевой маркетинг дейді, желілік маркетинг, ақпараттандыру, дұрыс ақпарат жеткізу, оны дұрыс қабылдай білу жаңағы тұрғындарын. Біздің кәсіпкерлерде міне жетпей жатады дейді. Кәсіпкерлер бізде ұйымшылдықпен мәселені саяси деңгейге жеткізе алмай жатады. Тағы да айтамын, біздің қазақтың жыртысын қазақ жыртпай еш нәрсе өзгермейді. Қазақстанда мүмкіндік көп, шынымен ақ, мысалы көміріміз де бар, мұнайымыз да бар, ауыл шаруашылығы да бар, егін шаруашылығы да бар, Бірақ жаңа ағамыз айтып кетті, бір көлеңкеде қалып қоятын бір кіші мысалы бизнес өкілдері бар, дұрыс оларға көмек көрсету қажет. Өйткені себебі мысалы жоғарыға үлкен компаниялар шығып кетеді, жаңағы өз бизнесін жалғастыра алмай жатқан кішкентай бизнес өкілдері көлеңкеде қалып қояды. Сондықтан да мысалы мен ойлаймын, жаңағы шетелдіктерде көбінесе ағамыз айтып кетті, жаңа сетевой маркетинг дамыған, желілік маркетинг. Бізде Қазақстанда ол әлі жоқ десе де болады, жоқ десе де болады. Онлайн қызмет дейді, жаңағы сетевой маркетинг дейді, желілік маркетинг, ақпараттандыру, дұрыс ақпарат жеткізу, оны дұрыс қабылдай білу жаңағы тұрғындарын, және де жаңағы қаржылық сауаттылық деп жатырмыз, олардың барлығын әрине ескеру қажет. Тек қана мысалы егер кәсіпкерлер болсын, жалпы халық тұрғындары болсын, солардың барлығын ескеріп, жаңа мүмкіндіктерді пайдаланып, дұрыс пайдалана білетін болса ғана, тығырықтан шыға алады. Біздің жалпы ұлттың осы тығырықтан шығуға мүмкіншілік өте көп. Кезінде оны алаш қайраткері біздің бабамыз жаңағы Әлихан Бөкейхан айтып кеткен. Менің ұлтым дейді, әл-ауқатты мықты шаруашылықпен дейді, еңбекқорлығымен дейді, ешкімге қол жаятын ұлт емес деген. Тек қана сыртымыздан тонап жатыр деген. Ол айтып отырған білесіздер, патшалық Ресей мен жаңа кеңестік Ресейдің тонап жатқанын айтып отыр. Соғысқа деп, басқа деп жаңа біздің малымызды, жаңа бүкіл дүниемізді тартып алып отырды ғой, жаңағы. Тіпті жылқылардың айдап әкеп, тіпті кейбір сайға апарып өлтіріп, атып бәрін. Қызғаныштар сондай мысалы. Соны айтқан кезінде. Сол сияқты Әлихан Бөкейхан тағы айтқан. Ұлттың ұлт болу мінезден деп. Біздің кәсіпкерлерде мінез жетпей жатады дейді. Кәсіпкерлер бізде ұйымшылдықпен мәселені саяси деңгейге жеткізе алмай жатады. Мәселе бар бізде, кәсіпкерлерде өте күрделі деңгейде қазір қиын тығырыққа шыға алмай жатқан, бәсекеге төзе алмай жатқан қиын жағдайлар бар. Соны біздің кәсіпкерлер не істейді? Мәселені үлкен деңгейге жеткізе алмай, ас үйде ғана немесе бір өздерінің ортасында ғана айтады. Неге ұйымдасып, батыл түрде мінез көрсетіп, саяси деңгейге жеткізіп, мысалға, мәселені шешпеске? Ол мен не айтайын деп отырғанымды өздеріңіз аңғарып отырсыздар? Яғни кедендік одақ аясында, еуразиялық қауымдастық аясында біздің кәсіпкерлердің жаңағы әл-ауқаты өте төмен, кедергі өте көп. Осындай сындарда неге мысалы айтса шешім табады ғой. Мемлекеттің ресурсы әр уақытта мықты білесіздер. Мемлекет ол мемлекет кезінде саясаттанушылар бәрі айтады, мемлекет ол машина дейді. Ол жолындағы бәрін жаңағы басып өтеді, шешіп өтеді дейді. Мемлекеттің ресурсы мықты. Мемлекет ол бізге тек материалдық жағынан жаңа ақша бөлу немесе басқа да көмекті біз қол жайып күте бермейміз әрине. Бірақ мемлекет соны шешудің жолдарын, тетіктерін, ұйымдастыру тетіктерін жасауға мемлекеттің қабілеті жеткілікті ғой. Біз соған түрткі болу үшін қоғамдық жағынан біз кішкене батыл болуымыз керек. Мысалы, Атамекен палатасы, кәсіпкерлер федерациясы деген бізде кейде көңіл толтыра бермейді, шын айтқанда. Жұмыстары кейде батыл түрде жүрмейді. Кәсіпкерлер мәселесін толық биікке көтере алмай жатады. Олар мемлекетпен бір ымыраласып кетіп жатады кей кезде, білесіздер. Мына кісіні толтыра кетейінші, рұқсат болсаңыз. Жаңа айтып отырмын, Атамекенде негізі жылдар бойы Ермек мырза, Досмұқасан бауырымыз да біледі, жылдар бойы отырған, баяғыдан келе жатқан алпауыт жаңағы үлкен кәсіпкерлер отыр. Тағы да айтамын, біздің қазақтың жыртысын қазақ жыртпай еш нәрсе өзгермейді. Тағы да неге біз мысалы айтамыз, түрік мемлекетінде, Малайзияда, Индонезияда, Сингапурда баршасында бірінші осы тұрғылықты халықтың ұлттың жағдайын көтерді. Содан кейін біраз сын айтып жатырмыз. Көрермендердің де басын қатырып керек жоқ. Енді проблеманы әрине айтпаса болмайды. Жыламасаң анаң сүт бермейді дейді ғой. Бірақ енді былай айтар едім, көш жүре түзеледі. Бәрі де дұрыс болады. Осы күнімізге де мыңда бір Аллаға шүкір деп есептеймін. Мынау Қасым Жомарт Кемелұлы келгеннен кейін біраз оңды істер жасалып жатыр. Оны өздеріңіз байқап отырсыздар. 42.500-ден адам басына 2 мәрте көмек жасалды.
мына салықтық жеңілдіктер жасалып жатыр. Жаңағы банктарға нұсқау беріліп, кішкене жаңағы несиелеріміздің уақытын шегеріп, әйтеуір есімізді жинап алсын деп біраз жағдайлар жасалып жатыр. Одан кейін жаңағы кедендік одақта біз жаңағы кішіні болып қалып Ресейдің алдында біздің жаңағы қазақстандық өндірушілердің жаңағы несі мүддесі қорғалмай жатыр деп айтып жатсыздар ғой. Білесіздер, осыдан бір ай бұрын Ресей Федерациясы мынау кедендік одақтың жаңағы мемлекеттердің президенті кездескенде Қасым-Жомарт Кемелұлы протоколға қол қоймай кейінге қалдыру керек. Өйткені бұл жерде бір мемлекеттің ғана мүддесі қорғалып жатыр деп, сондай үлкен, мысалы жаңағы Путин қатты ашуланды. Сол үшін түк істелмей жатыр деп айтуға болмайды. Көп нәрсе істеліп жатыр. Сол үшін бір жеңнен қол шығарып, бір жағадан бас шығарып, бірге болып, ақылдасып, осының бәрін жаңағы систематизировать етіп, оптимизация жасап, кішкене жаңағы көптеген тамаша мысалы бағдарламаларда бар, жаңағы мәке айтып отырсыз, халық естімейді, жаңағы жетім жесір әйелдер жаңағы естімей жатыр деп. Сол үшін мынау ақпараттық құралдарда, телевидениеда, мынау каналдарда ашсаң азаннан кешке дейін әнші, танымайтын әнші. Әу дегеннің бәрі әнші болып кеткен. Не деген бізде масқара көп әнші. Милиция, полиция, мынау әскерден де көп әнші болып кеткен ба? Соның бәрін тоқтату керек. Сөйту керек та, ауылдағы мысалы анау мысалы бір ағам мында 10 сиыр өсіріп еді, биыл 20 сиыр болды, міне сүтін мында сатып жатыр, қаймағын мында сатып жатыр, саумалы мында сатып жатыр деп, жаңағы халыққа бір тәжірибе болатын, ақпарат болатын. Содан кейін міне мынандай мысалы ана мен мама деген фонд бар, осындай жаңа көмек жасап жатыр, өкімет жағынан мынандай көмек бар деп, соларды жиі көрсеткен дұрыс шығар. Жақында отбасы банкі бұл құрылып жатыр. Білет, отбасы банкына тікелей барады. Сол сияқты менің кәсіпкер ретінде бір ұсынысым, мына ауыл шаруашылығын дамытамыз деп отырмыз ғой, жаңа ет, сүт, жаңағы ұн өнімдері, нан өнімдері деген сияқты, макарон деген сияқты. Оны біз істейтін болсақ, бізге сол отбасы банк сияқты, мынау ауыл банк па, аграрлық банк па, білмеймін қалай деп атасақ болады, бірақ бір банк керек, сол ауыл шаруашылығына бөлінетін мынау бүт жаңағы көмектердің бәрі бір-ақ жерден бөліну керек. Өйткені бізде қазір Казагрофинанс дейді, Казмикрофинанс дейді, неме дейді, аграрно-кредитный корпорация дейді, тағы немене бар өзі, толып жатыр ғой, даму дейді, құдай санасын қанша ұйым бар. Енді міне маған мысалы 6%-бен қазір кредит керек. Мен анау 5-еуіне жүгірем ба? Басқа жұмысым жоқ па? Анаған барасың, анаған бар дейді, анаған барасың, анаған бар дейді. Ол жарайды, біз қалада отырмыз, көзіміз ашық. Ауылдағы ағайын, анау 500 километр жерден келіп жүре ма мына жерде? Жататын жер жоқ, тұратын жер жоқ, қайда барарын білмейді, қалада адасады мысалы. Сол үшін бірақ банк болу керек. Барлығын басын біріктіріп. Дұрыс айтады. Болмаса аудан. Сонда мысалы несие алатын адам, сүт өндіретін, ет өндіретін, басқа өндіретін, ауыл банктың мысалы мына облыстық филиалы болсын, аудандық филиалы болсын, қалаға келмей қойсын, аудан орталығына барсын, ауыл банкқа барсын, сол жерден жаңағы өзінің ойын жоспарын айтсын. Енді осы тұрғыда мен Мұрат мырза сізден сұрайыншы, осы пандемияға байланысты жаңағы шағын және орта бизнестердің жұмыстары тоқтайды деді ғой. Сол жерде мынадай шаралар ұсынылады екен. Статистикалық есепті мерзімінде өткізбеген кәсіпкерлер әкімшілік жауапқа тартылмайды дейді. Ол не статистикалық есеп деген? Ол кәсіпорындардың ай сайынғы тапсыратын есептері. Шығарылып жатқан өнім көлемі туралы жұмыс істеп жатқан қызметкерлердің саны жөнінде. Ол жаңағы жалғыз тек қана статистикалық мәліметтер емес, ол мысалы салық бойынша уақытымен төленбеген төлемдер үшін жаңа айтып өткенде айыппұлдар салынбайды. Жаңа салықтан жеңілдік, несиеден жеңілдік болады деп айттыңыздар. Сондай-ақ коммуналдық төлемдерде бөліп төлеуге болады екен, иә? Коммуналдық төлемдер бойынша бізде жергілікті атқарушы органдар бірінші карантиннің кезінде келісімдері болған, жаңағы уақытымен төленбеген коммуналдық төлемдері үшін ешқандай мысалы электр энергиясын өшірмейді, жылуды өшірмейді деген келісімдер болған, және төленбеген жаңағы қарыздарын кейін төлеуге мүмкіндік берілген болады. Енді жалпы айтыңыздаршы, осы міне карантин басталды, енді біткеннен кейін
бұл карантин біткеннен кейін. Сол бизнестерін қайтадан жандандыру үшін қанша уақыт керек ол адамдарға? Ең аз дегенде 3 жыл уақыт кетеді ау. Негізінде бізге ең біріншіден өте білімді менеджерлер керек бізге. Бізге қайта жандандырып, қайта өз қалпынан да одан әрі асып түсу үшін кәсіпкерлерге көптеген уақыт керек жоқ, бұл айтқан кезде. Карантин уақытындағы шағын және орта бизнес өкілдері болсын, үлкен кәсіпкерлер болсын, бір ақыл кеңестеріңізді айтып кетсеңіздер. Әрине бизнес деп, әрине жұмыс істегіміз келеді, бірақ бірінші кезекте адамның денсаулығы. Сол себептен құрметті телекөрермендерге, қарағандылықтарға, жерлестерге, өз-өздеріңізге сақ болыңыздар, жақындарыңызды қорғаңыздар. Ешқандай жаңағы себеп болмаса, мүмкін болса, үйден шықпауға тырысыңыздар. Бұл жұқпалы ауру, бұл егер әркім үйінде отыра қалса, бұл ауру тоқтап қалушы еді, жоғалып кетер ме еді. Бірақ біз өкінішке орай сақтық шараларын қолданбағандықтан бір-бірімізге жұқтырып жатырмыз. Аурудың саны күн өткен сайын көбейіп келе жатыр. Сол себептен міне шектеу шаралары қолданылып жатыр қазір. Бұл жақсылыққа алып келмейді, экономика құлдырайды, соңында өзіміз қиналамыз. Сол үшін мүмкін болса сақтық шараларын қолданайық. Бәрі де жақсы болады. Біздің халқымыздың, еліміздің басына неше түрлі қиын қыстау жағдайлар келген. Бұдан да жаман аурулар болған. Технология дамымай тұрақ, ол уақыттарда да осындай ауруларды жеңген, әлі де жеңеміз. Біріншіден аса сақтану керек, сақтықты Құдай жақсы көреді дейді. Екінші, білімділік керек бізде. Осы жағдайдан сақтанды, осы жағдайдан алып шығатын бізде ол білім. Сондықтан дарақылықты, дөрекілікті, надандықты қою керек. Үшіншіден, әрқайсымыз бір жеке кәсіпкер іспетті болуымыз керек. Тапқан табысымызға ұқыппен қарайық, үнеммен қарайық, есеппен қарайық. Сондықтан бәрі арты жақсы болады деп ойлаймын. Әрине, денсаулығымызды сақтау керекпіз, өзіміздің жақындарымыздың, басқа да адамдардың денсаулықтарын сақтау керекпіз, сақтылық болу керек. Және де барлықтарымызды белсенділікке шақырамын. Белсенділік, өзіміз белсенді болмасақ, бізге қол жайып отыра беруге болмайды. Масылықтан бас тарту керекпіз сол. Жалпы енді бұл дағдарыс бәрі уақытша ғой. Уақытша болды, уақытша енді кетеді. Және де мысалы адам өзін өзі дамыта білу керек. Ары қарай жаңа мүмкіндіктерді пайдаланып, егер оның кәсібі офлайн түрде жүргізілмесе, онда онлайн бизнес дейді, онлайн кәсіпкерлік дейді. Басқа да жаңа мүмкіндіктерді пайдаланып, жаңағы маркетингтік жоспарын кішкене басқаша жасап, және де адам әрқашанда өзін өзі дамытып, жоғарғы бір белестерден көрінуге тырысу керек. Енді мен осы бағдарламаны пайдаланып барлық халқымызға денсаулық тілегім келеді. Барлық алдындағы спикерлер айтқандай өзіне де, айналасындағы да зиян тигізбейтін барлық сақтық шараларын қабылдап. Және айта кететінім, біздің осы кәсіпкерлерге қазір барлығын тоқтатып жатқан жоқ. Енді белгілі салалар тоқтап жатыр. Және мемлекет тарапынан осы санитарлық нормаларды бұзған кәсіпкерлерге ірі көлемде айыппұлдар салынайын деп жатыр, кеше айтқандай. Енді сондайға жол бердірмеу үшін мемлекет тарапынан бекітілген барлық нормаларды қадағалап, орындалуын сақтап, ертең тағы да өзі қиын жағдайда одан әрі шығынға ұшырамау үшін соның бәрін талаптарын орындаса деп ойлаймыз кәсіпкерлер. Басымызға түскен бұл нәубет бізге құндылықтар мен бизнеске деген көзқарасымызды қайта қарауға көмектесті. Керексіздің бәрі електен өтіп, ең маңызды және қажеттісі ғана қалды. Бұл бүгінгі хабарға келген мамандардың ой пікірі. Жақынымызға жанашыр болайық, аман сау болыңыздар.